Қайырлы кеш достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз селедка под шубой салатын жасаймыз. Барлығы бұл рецепті біледі деп ойлаймын. Барлық керек көкөністерді осылай пісіріп алып, сыртын тазартамыз. Бұл салатты осындай күн салқын кезде ыстық тамақпен жеген өте дәмді болады, әрі тойымды. Осылай бірден көбірек жасаймын. 2 тарелкаға арнап дайындалып жатыр. Осындай қалбырда дайын селедканы аламын. Себебі селедка тазалағанды онша ұната бермеймін. Осындай рассолдағысын алып, турап, ең астыңғы бөлшегіне саламыз. Арғарай кезек-кезекпен картопты, одан кейін бір слой майонез, сәбіз, кезек-кезегімен осылай тез-тез осылай жасап жібереміз. Бір жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, үстіне үккіштен өткізгенде. Әзірше осылай үлкен үккіштен өткіземіз. Ең соңғы слой осындай свекладан болады. Одан кейін ең үстіне майонезді көбірек жағамыз. Дайын болған соң тарелканың жан-жағын салфеткамен сүртуді ұмытпаңыздар. Ең соңынан осылай жұмыртқаның сарысын ұсақ үккіштен өткіземіз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.